Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, қайырлы күн. Сіздерге бүгін Jitsi онлайн тақтасын таныстырайын деп отырмын. Мен әрқашанда осы уақытқа дейін бірнеше рет өзімнің ашық сабақтарымда пайдаландым. Бұл өте ыңғайлы онлайн тақта. Бұл жерде Google жаңағы почталарыңызбен тіркелсеңіздер болады. Сосын любой жерде панель болса, сыныптарыңызда, кабинеттеріңізде, сол жерге Google почта арқылы осы Jitsi онлайн тақтасына кіресіздер. Үйден мынандай сабақтарыңызды өздеріңіз дайындап алсаңыздар болады. Мен дайын сабақ, мен уже жасаған бұрынғы сабақтарым жасап көрген. Сіздерге қазір ашып көрсетейін. Міне. Мысалға мынандай мүмкіндіктері бар. Бұл жерде жаңағы курсорды таңдасаңыздар болады. Курсор міне осылай перде ашылады. Театрда ашылған сияқты тақырыпты жасырып қойсаңыздар болады. Одан кейін балаларға тақырыпты түсіндірген кезде былай ашып, ақырын балаларға тақырыпты жариялайсыздар. Одан кейін мына жерде беттері тұрады. Міне 5-тен бірінші бет деп тұр. 5 бет яғни жасаған. Екінші бетінде мен өзім сабағымның оқу мақсаттары мен сабақ мақсаттарын жазып қойдым. Осында таныстырып өтесіздер. Және мына фонды да таңдасаңыздар болады. Мына дәптердің беті сияқты фонды өзім таңдап алғанмын. Міне мына жерді бассаңыздар, фондар шығады. Әртүрлі сурет қойсаңыздар да болады. Астына мынандай суреттерді қойып қойсаңыздар болады. Мына lines дегенге кірсеңіздер, мынандай линия, жаңағы тор көзді қойып қойсаңыздар да болады. Сосын және басқа да мынандай, егер сіздерде Venn диаграмма сондай жасау керек болса, мынандай екі бөліктен тұратын, 3 бөліктен тұратын фондарды таңдасаңыздар болады. Мына жерде фондар өте көп, немесе жай ғана түстерді таңдап қойсаңыздар болады. Күнделікті нелерге байланысты. Міне, мына жерде кішкене қатты көрінбей тұратындар бар, қатты көрінетін түстері бар. Сосын мына жерді таңдасаңыздар, сурет қосуға болады. Бұл жерде өзі Jitsi'дан іздеп любой суретті қоя берсеңіздер болады. Мысалға, не деп іздесек болады? Мысалы, бол деп іздесек, доп, ағылшынша жазасыздар. Сол кезде іздеу батырмасын басасыздар. Міне неше түрлі доптардың суреттері шығады. Бұл жерде тек қана осы Jitsi'дің фото суреттерін пайдаланса болады. Немесе болмаса My Images деп жаңа өздеріңіздің суреттеріңізді осы жерден Google-дан немесе документтен, компьютерден жүктеп осы жерде пайдалануға болады. Немесе интернеттен мына жерден іздесеңіздер болады. Тағы да міне бол деп іздесек, интернеттегі суреттер шығады әртүрлі. Жерде енді өздеріңіз таңдап аласыздар. Міне таңдап. Мысалы мына суретті мен таңдасам, міне экранға уже шықты. Оның көлемінде былай өзгертуге болады, кішірейтуге, үлкейтуге, сосын экранда ары-бері өздеріңіз ауыстырып қоясыздар. Мысалы мына жерге қоясыздар. Мына жерге сон керек емес, былай айналдырып қойсаңыздар да болады. Сон керек емес болса, өшіру батырмасын басып өшіре саласыздар. Сосын келесі мына жүрекше тұрған. Ол жаңағы әртүрлі бұл құрал саймандар, tools былайша айтқанда. Міне мысалға математика сабағында, химия, физика сабағында қолданылатын мынандай нелер бар. Ондай не қойдым, секундомер сияқты. Қойсаңыздар балаларға тапсырма орындаған кезде өте ыңғайлы. Сосын жүрекшенің ішін көрсетіп жатқан, мынандай секундомер бар, немесе мынандай, сосын мынандай бағдаршам бар, балаларға қойсаңыздар болады, жаңағы дайынсыздар ма деген сияқты. Қызыл, сары бассаңыздар, жасыл жан. Бұл жасыл жанғанда уже жауап беру керек деген сияқты. Балаларға осыны қойсаңыздар болады. Сосын мынандай бар екен. Presenting voice, talking voice, neighbor voice, whisper voice, signs. Мысалы балаларға айтасыздар, ақырын сөйле деп айтасыздар ғой. Сол уақытта жаңа нетсеңіздер, пайдалансаңыздар болады. Мына қайсысы тұрады. Мысалы мына жерде ақырын сөйлеу керек. Мына жерде вообще тынышталу керек деген сияқты. Мына жерде сөйлесу керек бір-бірімен. Мына жерде өзі презентация жасау керек деген сияқты. Стрелка қай жерде тұрады, солай сөйлейсіңдер деп балаларға сондай тапсырма беріп қойсаңыздар болады. Бұны да бір жеріне қойып қоясың өздеріңіз қалаған жерге. Сосын тағы осыған кіріп, мынандай екі адам егер диалог жасау керек болса, select class деп тұр. Бұл жерде жаңа сыныптың нелерін, аттарын жазып қойсаңыздар болады, ол жерге жазу керек та просто. Classroom-нан жасау керек екен. Балалардың ат жөнін жазып, алдын ала Google-дан жасап аласыздар. Add student деп тұр. Мысалға Бекзада деп жазсақ, Бекзада дейсті, әт деп жазасыз. Дан.
бекзаданы таңдайсыз. И тағы да бір студент қосу керек бізге. Осылай студенттеріңізді осы жерде добавлять етіп, бірнеше студент таңдасаңыздар болады. Мысалы, мына оқушымен тағы бір оқушы сөйлесу керек деген сияқты. Сосын келесі қайтадан бастапқы бетке барсақ. Міне бағана жасап жатқан бетіміз. Міне жасап жатқан бет. Тағы да осындай tools дегенге кіреміз. Менен пайдалансақ, тоже жаңағы сыныпта балаларды нету керек. Таңдау керек. Ана жерде number of student, қанша студент қатыстырасыз, соларды пайдаланасыз. Selected class дейміз де. Так, студенттерді қосу керек. Тағы бір студент қосамыз деп, мына жерде студенттерді қосып отырасыз. Бұл жерде студенттер керек екен тағы да. Оқушыларды мен қоспаған болатын ол жерде. Келесі бетіне көше берейік. Жаңа келген жерден мынаны қосып қойсаңыздар болады, дауыс. Мына жерде қандай дауыс шығу керек, соны таңдап аласыз. Соны текстті жазасыздар. Мысалы, соны сізге қайталап береді. Мысалы, Apple десек. Apple деп сақтап қояйық. Сол мәтінді сіздерге қайталап береді. Apple. Ерте мен компьютерден дауысын шығып қойған болатынмын. Қазір қосып алайын. Мынаны қайталап береді. Apple. Кез келген ағылшын тілінен немесе неге қойып аласыздар да, мен әсіресе ана I like chips деген сабағымда, жоқ, I can деген жаңа тақырыптағы сабағымда әсіресе осыны пайдаланған болатынмын. Apple. Мынандай иттердің, нелердің суреттерін қойып қойдым да. Сосын сол жануарлардың жаңағы дыбыстары шығады. Сол дыбыстарға балалар қандай жануардың дауысы екенін табу керек болған. Сол кезде пайдаланғанда өте ұтымды болды. Мына бағанағы ширма ашылып жабылатын. Мынау тоже. Мынандай не қойдым, сөйлемді бір нәрсені жасырып қойған кезде мынандай жасап қоясыз. Ары қарай балалар жалғасын табу керек. Сосын мынандай бар айналдыратын. Мысалға, қай номердағы баланы шақырыңыз кеп тұр, нумерация берсеңіз болады не. Нені айналдырады да, 5, мысалы 5-ші номердағы, немесе 5-ші сұрақты бала 5-ші сұраққа жауап беру керек деген сияқты. Бұл да өте ұтымды әдіс. Сабақта пайдаланатын онлайн. Сосын мынау сызғыш. Бір нәрсені өлшеген кезде әсіресе математика сабағында сызғыш пайдаланыла берсеңіздер болады. Мынау не екен? Бұл бізде календар, по-моему. Календар аға. И сосын жаңа leave questions. Бір-біріне сұрақ қойған кезде мына жерге алдын ала сұрақтарды дайындап қоясыздар. Сосын бастаған кезде сұрақтарды бір-біріне қояды. И мына бір тортты тоже пайдаланған болатын, жасын айтқан кезде. Мысалы, бір балада бір оқушы екінші оқушыдан how old are you деп сұраған кезде ол жасын айтады. Міне I am 8 деп айтса, 8 свечка қояды, ары қарай торттарды өздері өзгертеді. Балаларға жалпы сабақта өте қызықты. Cakes деп осында айту керек, мысалшы. Happy birthday, modern, piano, мына жерде жаңа музыкасын таңдап аласыздар да, музыканы қосып қойсаңыздар болады. Мысалы, осылай құттықтайды. Next десеңіздер, мына жерде қосатын нәрселерін алады. Мынан бәрін компьютерді айтса болады, сәбізді, lemon, міне барлығын айтады да. Сосын start celebration деген бастасаңыздар, бір баланы туған күнін жасап жүрсеңіздер де болады, міне дауысы шығу керек. Именно blow them out десеңіздер, мына свечканың бәрі өшеді. Дауысы шықпай тұр. Осылай құттықтап, одан blow them out, барлығын өшіреді балалар. Осылай құттықтайды. Оне осындай жаңа құрал саймандар бар. Мына жерде жаңағы әртүрлі мынандайларды қойып қойсаңыздар болады.
домалақ нелердің да мәтінді қойсаңыздар болады. Мәтінді қандай неде жазғыларыңыз келеді, соны таңдайсыздар. Мына өшіргіш, жаңа өшіретін. И карандаштың түсін таңдап сурет салса да болады балалар. Мына жерде документ қосып қойсаңыздар болады. Немесе тағы бір тақта, тағы біреу қосасыз, плюс қойып, келесін тағы біреуін ашасыз. Жаңағы біздің көріп отырған емес. Басқа тақта ашылып кетті. Міне осындай жаңағы өте ұтымды, пайдалы жақтары бар. Сол үшін Jinzy онлайн тақтасына тіркеліп алсаңыздар, сабақта кез келген сабақта қолданып жүресіздер. Үйден дайындап келсеңіздер де болады, сабақта да тез қолданып жүрсеңіздер болады. Өйткені жаңа құрал жабдықтары өте көп. Мына стрел нені басып, курсорға басып, мына былай ашасыздар. Міне I like chips деген сабақ. I like, I don't like, мына смайлдардың барлығын мен осы Jinzy'дан алдым. Міне жаңағы мынандай айналдыратын бар еще. Спиннер заттарды қойып қойдым да, екі оқушы жаңа қайсына тоқтайды, сол туралы диалог жасайды. Do you like pizza? Yes, I like pizza деп. Екінші сынып оқушыларына өте қызықты болды, осыларды пайдаландым. Сабақта пайдаланып, сіздерге де жаңа керектеріңізге жарайды деген ойдамын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.